Алай мені сейір еттірген, тұқымны тұқымға алышқан гәуірлұқты деп тұқымланы, тишір улан тұқымларын, ата тұқымларын артқа қайтарыға итінген ақилі қарындашла. Ол Аллах Субханаху Тааля Аллаға берген миллетлерін, халықларын қалай саталла? Хадисінің екінші жарымында аны сүннен айтады. Пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын айтады: кесіні халқына болмағалайына башқа халыққа кім аталса да дейді, ануа анда ата бабалары жоқты, ол тұрған жері жаһанем оты болсын дейді. Халқыңы түрлендірген, башқа халыққа кесіңе атаған, сені анда жоқты жуықлығың, ата бабаларың ол миллеттен түйілділі, ол тұрған жері жаһанем оты болсын дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис Муслимде келеді. Бияғында аятны не үшін башлағанмын мен? Миллетні sıfatı ол тілді. Sen ana тіліңі ұнытып, аны бұла сөйлешмегенлейіне орысша сөйлешейсің. Sen кімсі? Малқарлымса? Қарачайлымса? Уғай, сен орыслыса. Сен тұқымыңы уғай, сен миллетіңе түрлендіргенсі, сен миллетіңе сатқычылық еткенсі. Аллах Субханаху Тааляның хукмусы неді? Пайғамбардың хадисінде ешіткенбіз. Ол тұрған жері жаһанем оты болсын дейді.